Ассалаумағалейкум. Біз бүгін өте жұмсақ бауырсақтарды пісіретін боламыз. Ол үшін елегіштен 1 кг шамасында ұнды өткізіп аламыз. 1 ас қасық тұрғыш, 3 немесе 4 ас қасық қант, 1 ас қасық тұз, 2 жұмыртқаны салып араластырамыз. Егер ашыған сүттеріңіз болса, оны да қамыр илеуге пайдалансаңыз болады. Мен ашыған сүтті пайдаланамын. Шамамен 300-400 мл. Егер кейін 6 ас қасық сұйық май 100 мл ұнымыздың үстіне құйып жақсылап араластырып, сүтіміз жетпей қалған жағдайда жылы суды құйып қамырымызды жұмсақ етіп илейміз. Қамырымызды илеп болған соң бетін полиэтилен пакетпен немесе ас пленкасымен жауып, жылы жерге қамырымыз ашығанша қоямыз. Қамырымыз ашығаннан кейін оны шағын 6 күлшеге бөліп алдым. Сіз өзіңіз қалағаныңызша күлшеге бөліп, бетін жауып қойғаныңыз жөн, кеуіп қалмас үшін. Бірінші күлшемді жайып, оны домалақ етіп пішіндеп кесемін. Мұнда күлшенің қалыңдығы 5 мм-дей. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды пісіріп аламыз, қызартып. Егер сіз бауырсақтарыңызды қалыңдау етіп пісірем десеңіздер, орташа қызуда тұрған отта орташа қызудағы майда пісіргеніңіз жөн. Оның ішкі жағы қамыр болып қалмас үшін. Піскен бауырсақтарымызды салфетка төселген ыдысқа салып қоямыз. Кейінгі екінші күлшемді жүрек пішінді етіп кесіп, оны да жақсылап қуырып пісіріп алдым. Егер қолым бос болмаған жағдайда, мен тағы да бір 4 бұрышты немесе қиғаш 4 бұрышты етіп бауырсақтарымды кесіп, тез-тез пісіріп аламын. Балаларым әртүрлі пішінді бауырсақты жақсы көретіндіктен, бос уақытым болып жатса, неше түрлі пішінде кесіп пішіргенді жөн көремін. Міне бауырсақтарымыз дайын болып қалды. Барлық бауырсағымыз пісіп дайын болды. Оны суыған күтемін. Міне барлық бауырсақтар дайын болды. Жүрек пішінді бауырсақ, домалақ пішінді және 4 бұрыш, қиғаш 4 бұрышты бауырсақтардың барлығы дайын болды. Өте жұмсақ, ортасы толықтай піскен, ешқандай қамыр емес. Біздің каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ұнаса лайк басыңыз.